Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бетті үй жағдайында айранмен, қиярмен, тағы да басқа заттармен қалай оңай әрі тез ағартуға болатынын айтатын боламын. Видео қысқа да нұсқа. Сонымен видеоны соңына дейін көріңіздер. Бетті ағарту үшін не істеу керек? Бірінші, бетті ағарту үшін айранға таза бал қосып, бетке жағу керек. Кейін айран бетке сіңген соң, оны жылы сумен жуып тастау керек. Егер бетіңіз құрғап, жарылған сияқты болса, детский крем жағыңыз. Бұл масканы аптасына 3 рет қолдану керек. Екінші, теріні ағартуға ақ глина көмектеседі. Дайындап, денеге жағып, 10-15 минутқа қалдырыңыз. Сосын болғаннан кейін жылы сумен жақсылап жуып тастаңыз. Үшінші, қиярмен бетті ағарту маскасы. Қиярды тазалап, үкіштен өткізіңіз. Қиярдың ортасындағы жұмсақ жерін алып тастап, шай қасық лимон шырыны мен жарты ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Дайын болған масканы бетке жағып, 15 минутқа қалдырып, бетіңізді жылы сумен жуып тастаңыз. Төртінші, сүт өнімінен бетті ағарту маскасы. Айран мен балды араластырып жағып, 15 минутқа қалдырасыз да жуып тастайсыз. Сонымен бесінші, лимон мен қаймақтан бетті ағарту маскасы. Қою керемет ас қасықпен қаймақ түрін алып, ас қасық лимон шырынын қосамыз. Араластырып, бетіңізге әбден жағыңыз. 15 минуттай ұстаңыз бетіңізде. Сосын болғаннан кейін жылы сумен жақсылап жуып тастаңыз. Алтыншы, күріш маскасы. Күрішті жұмсақ болғанша қайнатып, дайын болған соң суытыңыз. Сосын бетке жағуға болады. Немесе мұз формасына дайын болған күрішті салып, қатырып, мұз ретіндегі күрішпен бетті сүртуге де болады. Бұдан соң міндетті түрде крем жағу қажет. Достар, осымен видеоны соңына дейін келдік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.